Баршаңызға сәлем бердім. Сіздермен Олжалғас. Бүгін үй жағдайында миксерсіз шоколадны трайфл жасаймыз. Дәмі енді өте дәмді және де жұмсақ балғын болып келеді. Бізге керекті азық-түліктер: 2 жұмыртқа, иіссіз өсімдік майы, ыстық су, ұн, какао арасы литр және де шекер қажет. Ең әуелі жұмыртқамыздың үстімізде шекерді салып, бенчикпен 2 есе көтерілгенше, яғни шекер ерігенше осылай 1-2 минут араластырасыздар. Үстіне өсімдік майын саламыз, бір араластырамыз және араластыра отырып ыстық суымызды құямыз. Міне барлық тесттен араластырып, сухой ингредиенттер, менде 10 разогретті какаоны бірге араластырып, ситадан өткізіп алдым. 2 бөліп осыны салып, тестаны араластырып, сұйық масса жасаймыз. Сұйықты осылай болу керек. Жасаудан алдын біз печкамызды қосып қоямыз, яғни ысыған печкаға бисквиттерімізді пісіріп аламыз. Мендегі пирогтың ыдысы осылай майладым. Егер майламасаңыздар, пергамент қағаздың астына салуды ұмытпаңыздар. Кез келген ыдысқа салып пісіріп алсаңыздар болады. Міне барлық тестаны құйып, 180 градуста 15-20 минут пісіріп алам. Осында силиконовый лопатка алып алыңыздар, өте керемет дүние. Жақсылап тазалап алып, 20 минутқа пісіруге жібердім. Пісе сала сразу алдым, беті осылай қатты тұрса, қол жабыспаса піскен болады. Немесе спашканы тығып көру арқылы, спашкаға бисквиттер жабыспаса, сухой болып шықса, піскен болады. Енді кезекте осыны суығаннан кейін осылай ұсақтап аламыз. Барлығын бірде қол көмегімен ұсақтап алыңыздар. Тек суығаннан кейін ғана. Одан кейін ортасына банан мен клубника қойдым. Менде 1 банан және 3 штук клубника, 1 трайфлға жетеді. Және крем-чиз, менде кремнің, мендегі YouTube каналымдағы барлық торттардың кремі осы крем-чизбен жасалынады. Өзіме болғандықтан мен осындай пластиковый ыдысқа жасап жатырым. Негізі трайфлдың стакан және де қағаздан жасалған ыдыстары сатылады. Тапсырысқа тек қана 1 слоймен ғана жасай алмайды. Міне бірінші коржымызды салып шығамыз. Пропитка қажет емес, себебі корждарымыз өзі өте жұмсақ. Оның үстіне кремімізді саламыз. Тапсырысқа тек қана 1 слой болғандықтан осындай кремді көбірек қып саласыздар. Және де корждарының үстіне банан мен клубниканы салып, бетіне осындай крем салып, үстіне шоколад тағысып жібере бересіздер. Менде өзіме болғандықтан 2 слой жасағым келіп тұр. Міне корж салдым, крем салдым, одан кейін осылай начинкаға клубника мен бананды салып, үстіне қазір корждарды және салатын боламын. Ең бетіне кремді аз мөлшерде жағамыз, себебі бұны жақпасақ шоколадтар сіңіп әдемі көрінбейді, яғни бетіндегі глазуры әдемі жағылу үшін осындай тонкий крем жағып тегістеп жібересіздер. Енді кезекте глазур жасаймыз. Менде осындай килограммды капля шоколад, 50 граммдай. Осының үстіне 30 грамм, 33-35% сливкиді құйып, микроволновкада немесе су буында ертіп аласыздар. Міне жақсылап араластырасыздар, осылай шетіне жағып, яғни сылық күшті глазур болғанын көреміз. Міне осындай сұйықтықта қоюланып, суып, әдемі глазур дайын. Енді кезекте осының үстіне жаймен ағыза отырып, бетін тегістеп барлық жеріне глазурды жағып шығамыз. Барлық жеріне тиіп, кремдер көрінбей бір тексті болу керек. Енді бетін өзіңіз қалауларыңызға әсемдейсіздер.
Видеом ұнаса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Күнделікті менің жаңа видеоларым сіздерге шығып тұрады. Ас болсын, пайдаларыңызға жарасын.